Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен демалып жатырмын. Бастығым демалып беріп демалып жатыр. Соны пайдаланып үйдің бәрін жастар кетатын жинауға. Міне, күліп плестот, ажақта балдар шаңға түсіріп жатыр. А мен одновременно жұмыс жасап, үй іші тамақ пісіріп жатырмын. Бүгін күнім осылай өтіп жатыр. Демалыс сұраймын да, демалыс деп. Демалыс алғаннан кейін демалмайсың ғой. Келесі демалыс сұрағанда алдын ала бір планировать етіп қоймасаң, барып жатып демалып келеді, қаладан шығып кетеді. А то мына жүрсіңіз мынау міне бауырсақ қазір есе қимақ жасап қою керек. Сосын жаңағыдай закускіде таңертең тұрған кезде сразу бетон жей береді. А то балдар қашан дайындаймын дегенде бәрін шашып қойды. Сосын балдарға дайындап бәрін қойып кетемін, осылай бір жұманың тамағын. Мен жоқта алып жей береді өздері. Осылай мінекей бәрі шашылып жатыр. Потому что жаңа компот қайнаттым, нан иледім, үй іші жаңа темірдің үстіне не жасап алдым, джем жасап алдым. Енді осы соустан не жасап еще әр енді жаңа жылдан кейін күнде бір адам келіп жатқан маған жаңағы келсе қазақта айтады ғой қонақ келсе өзіне ырыс десе керек, бірақ сонда да бүгін ешкім келмей ақ қойсын деп тілеп отырмын. Шықшадым, демалған жоқпын. Осы демалыс күндері вообще демалған жоқпын. Жаңа жылдан кейін бір күні ата-аналарымызға кіріп шықтық. Үйіміз екеуміз. Екісі күні жаңа тумаларымыз үйлеріне шақырды, ол жаққа бардық. Естественно, сосын үші күні тоже тағы бірдеме шірдеме, анау мынау қонақ шақыру. Төрті күн балдарыммен арпалыстып. Неге олар сен пөлес ұстайсың, жамынандай қылып кремнің бәрін ашып, ана қуыстардың бәрін пөлес ұстайсың. Пөлес ұстап бастадың ғой, мен до конца бәрін жеткізіп, олар да пол жуады. Балдарымның бәрін жұмыс бөліп беріп қойдым. Айналып келіп телевизордан түспейді тіпті бар ғой, иә? Маған бір өткізіп қойған бірдеңе сұрды, ананы жемеймін деп ренжіп, бұлданып, ақыл соңында бір айқайға салып едім. Үлкен жаңа 20-дағы қыздан бастап тыпырлап жұмыстан жасап отырам. Таңертең 2-3 тұрмай ырбиып жатыр еді, сол деп. Бір айқайды салып едім. Қалай тұрып жуынып шай тамағын ішіп үйдің шаруасына кірісіп кеткен, өздері байқамай қалды. В общем, солай енді еще бүгін үйге потолок заказ бердім. Потологын жасатамын. И ана плинтустарды ойлап отырмын, өзім салып тастаймын ғой деп. Бір-екі күн демалыс ертең арған жұмысқа шығамын, сосын өзім салып тастаймын ғой деп ойлап отырмын. Солай. Не осы? Ақша на этот Каспи отправлю. Телефон не могу отдать, потому что қазір бастық звондап қалса, бірдеме жасап бер деп. Возьми карточку, да. Даланы түсіріп тұрмын, мамам бол. Өзімше бауырсақ аударып жатырмын, бірақ даланы түсіріп болып тұр. Мынаны оңбай жатыр. Кеше постап еді илегенмін ғой, секіріп микрофонға алып көтерілсін деп басқа шаруамды жасап ұмытып кеткен. Таңертең микрофонға бірден жылтайын деп ашып басып ішіне нан көтеріліп тұр. Енді сол оңбай жатыр. Өсті шаруаларын жасап бітіріп сосын наконец-то демалам ба деп отырмын, бірақ демалу қайда маған. Үндемей қазір. Кешкісін 4-5-терде жігітім жұмыстан келгеннен кейін балдарды тастап үндемей шығып кетем ба деп ойлап отырмын. Компьютер бері қарай қоямын. Осы нанымды пісіріп алайын, сосын жаңағы кешкі асымды пісіремін де, дайындаймын да, балдарын тамақтаймын да, соны үндемей шығып кеткім келіп отыр. 2-3 сағат сыртқа шығып, жүріп, демалып келгім келді, теңіздің жағасына барып, көп теңіздің жағасына барып, отырып демалмағанына. Солай шаруаларым. Енді ана новый потолок салғаннан кейін көрсетемін, қалай болып шыққанын. Ал қош сау болыңыздар. Қоштаспаймыз, сау болыңыздар достар. Келесі кездескенше. Мүмкін после обеда тағы да шығып қалармын.